Өнер жан дүниенің көрінісі, ал мүсін үнсіз сөйлейтін өнер. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Бүгінгі бағдарламамыз мүсінші мамандығы жайлы болмақ. Біздің Едукрафт подкастымыздың құрметті қонағы, өнер әлемдік өзінде қолданбасын қалдырған, шеберлігімен талай туынды жасаған, ерекше қолөнер иесі, сансыз мүсін авторы, шығармашылығын өнерге арнаған талантты мүсінші Ұзақов Сапарбек Әбілбекұлы. Қош келдіңіз, Сапарбек ағай. Сапарбек ағай, ең алдымен өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, қай жердің тумасысыз? Рахмет, мен Амангелді ауданы, Қостанай облысы 1960 жылы 11 шілдеде дүниеге келгем. Сол Амангелді ауданында 10 жылдық мектепті бітірдім. Содан кейін барып әрі өзімді білімді жалғастыруға, өзіміздің Арқалық қаласында оқуымды жалғастырдым. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы мемлекеттік педагогика институтының көркем сурет факультетін ол кезде біз 5 жыл оқимыз. Сол 5 жылын толығымен аяқтадым. Күшті. Сіз мүсін өнеріне қалай келдіңіз? Бұл негізінде мүсін өнері қарап отырсаңыз, өйткені бұнда әр бұлай мамандық болу үшін бір себеп болу керекті. Бұл мүсінге мен келгенім, мен ең бастысы әкемді маған несі тиді, бұлай шапағаты. Өйткені ол кісі мен кішкентай кезімде жүрген кезінде біраз жұмыстар жасады. Соның қасында болдым, көмектестім, көрдім, пропорциясын зерттедім, адам характерін қалай ұстау керектігін зерттедім, анатомиясын зерттедім деген секілді. Оны қалай формировать ету керек, оны қалай граниткаға айналдыру керек, оны қалай формадан гипстен алу керек, оны қалай тонировка жасау керек деген осының бәрін осы мен туған әкем Ұзақов Әбілбек Ұзақұлынан үйрендім. Жақсы. Сіз ең алғашқы жасаған мүсініңіз есінде ме? Ол не болды? Мен ең бірінші оқып жүрген кезінде бізде мектептің ішінде үлкен не болды? Байқау болды. Сол байқауда матадан, ағаштан, мүсіннен, суреттен, пластилиннен жасайтын қолөнерлердің үлкен несі болды, көрмесі болды. Сол көрменің ішінен мен біз дүниеде ең бірінші жақсы өзімізді көретініміз, сыйлайтынымыз ана махаббаты ғой. Анамның мүсінін жасадым. Мүсін жасаған кезінде оны тұлғада жасадым. Сол осы жұмысым менің жақсы дәрежеге көрсетіп, бірінші орында мектеп ішіндегі соның маған үлкен жемісін әкелді. Сапарбек ағай, мүсін жасау үшін ең алдымен не қажет? Шабыт па, әлде шыдам ба? Мүсін жасау үшін адамға шыдам да қажет, шабыт та қажет. Бірақ ең мүсін жасау үшін адам өзін суретке деген махаббаты зор болу керек. Егер де суретін нашар болатын болса, сен ойлаған мүсінін ол шықпайды. Сен сол салып отырған кезінде сол суреттің арқылы өзінің ойынды сол бәр сазбалшығы арқылы халыққа көрсеткен өте зор деп ойлаймын. Тамаша. Сіз қандай материалмен жұмыс істегенді ұнатасыз? Мен көбінесе жұмыс жасаған кезінде біз бірінші, мысалы сен жұмысын жасайтын болсақ, сен мүсінді жасайтын болсақ, осы үлкен активист ретінде сені натурадан біз отырғызып қоямыз. Сосын сені саламыз. Салған кезінде бастың өзі дөмелақ болғанмен ол 14-15 түрі бар. Бастың мысалы дөмелақ түрі болады. Мысалы қарап отырған кезде адам басына қарап отырсаңыз, бастың 4-3-сі болады, трапеция секілдісі болады, сопақтың басы болады. Соның бәрі зерттейміз де, сол адамға анатомияны жақсы білу керек. Көздің көлемін көрсететін, мұрын қалай болу керек, ауыз қалай болу керек, маңдай қалай болу керек, құлақ қай жерде орналасқан, құлақ қандай, қалқан құлақ па, әлде әртүрлі мойын қалай болу, жуан мойын ба, жіңішке ме, соның бәрін дұрыстап қарап отырып, сонда мүсін жасаған кезінде дәп сенің екінші мүсінді шығару үшін сондай адам сауаттылығын өте жоғары дәрежеде болу керек. Тамаша. Сіз жасаған жұмыстарыңыз қайда қойылды, немесе қандай көрмеге шықты? Мен біраз жұмыс жасадым.
оның бір-екі жұмыстарын айтайын. Мынау алдыңғы жылы болған Ахмет Байтұрсыновтың жаңа мүсінін жасадым. Тапсырыс бойынша ол Жангелді ауданы Ақкөл совхозында Ахмет Байтұрсыновтың өзінің жаңа мұражайының алдында тұр. Сосын Қайнеке Жармағамбетті жасадым. Торғайдың орталығында басты көшеде жаңа орналасқан мүсіні. Сосын Нұржан Наушабаевтың мүсінін жасадым. Бұл Қостанайда тұрған үлкен жұмыстар. Біраз жұмыстарымды жасадым. Осы жұмыстардың бәрі түгел осы Қазақстан бойынша жан-жаққа кетіп жатқандар да бар. Жақсы. Сапарбек ағай, қандай тұлғалардың мүсінін жасап көрдіңіз? Мен жаңағыны айттым, Қайнеке Жармағамбеттің мүсінін жасадым. Бейімбет Майлиннің мүсінін жасадым. Осы биыл ғана осы тапсырыс бойынша мектеп түлектерінің өтініші бойынша олар 24 мамыр күні осы Бейімбет Майлиннің мектебінің алдында ашылуы болды. Ахмет Байтұрсыновтың мүсінін жасадым. Ыбырай Алтынсариннің мүсінін жасадым. Балалармен келе жатқан ол біздің Арқалық қаласындағы үлкен гимназияның несінде актив залында тұр. Шоқан Уәлихановты жасадым. Абай Құнанбаевты жасадым. Біраз тұлғалардың жұмыстарын жасадым мен. Күшті. Ағай, қазір қандай жобалармен айналысып жатырсыз? Қазір негізінде шығармашылық өзім жұмыстармен айналысып жатырмын. Алдағы уақытта үлкен жұмыстарымды көрсетуіне шығарам ба деп ойымда бар. Жақсы. Сапарбек ағай, жастарға өнер жолын таңдау туралы не айтар едіңіз? Дегенмен алдағы уақытта өзі оқушы балалар жұмыстарын қандай мамандық иесі болам деген кезінде көбісі қазір негізі дәрігер, мысалы, не болмаса сәулетші, архитектор, не болса бір экономист, сондай мысалы болғандар ол жақсы. Көбінесе сол балалардың ықпалына әке-шешесі әсер етеді, сол әке-шешесінің сөзінен шыға алмай қалады. Ал жүректе қандай мамандық жатқанын бала өзін айтуға қысылатын болады. Түсіндің бе? Егер де әр оқушы өзінің 11 сынып бітіргеннен кейін жүректен қандай өзі жұмысқа икемді, өзі қандай мамандықты жақсы көреді, немесе өзі қандай мамандықты көрсетіп, өзі үлкен тұлға болғысы келеді, сол арқылы өзінің ойын жүзеге асырса, мен ойлаймын, бұл өте тамаша жақсы болар еді деп. Сондықтан да әр баланың айтарын өзінің жүрек қағысымен ұнатқан мамандығына барған дұрыс. Сонда ол өзіміздің Қазақстанымыздың өркендеуіне жақсы үлесін қосады деп сенемін. Тамаша. Сіздің қолыңыздан шыққан қай мүсінді өзіңізге ең жақын, қымбат деп санайсыз? Енді біз жұмыс жасаған кезде сол тапсырыс бойынша жасаймыз. Сол кезде біз келген тапсырыс берген адамдардың өздерінің үлкен несі болады, комиссиясы болады. Біз жасай салып сразу оны тасқа айналдырмаймыз. Сол 7-8 адаммен келеді, сол жұмысты ашып көрсетемін. Көрсеткеннен кейін әркім өз ойларын айтады. Мына жерде былай деген секілді, мына жерде былай болса қайтады деген секілді. Сосын біз оны қайтадан жұмысқа жасаймын. Сосын қайтадан ол кісілерді шақырамын. Сол кезде айтады, өте жақсы шыққан екен, енді қозғамаңыз деген секілді ұсыныстар түседі. Сол кезде барып оны ары қарай формуға құйып, сосын несін дайындап, ішінде арматурларын дайындап, сварка арқылы үлкен тастан қиюға шабуға сол кезде ғана кірісемін. Маған ең жақсы ұнайтын Ахмет Байтұрсыновтың жұмысы ұнады, Міржақ Дулаттың жұмысы ұнады. Содан кейін ұнайтын сосын Қайнеке Жармағамбеттің жұмысы маған өзіме образыма әдемі келді. Сол бойынша мен үлкен өз ойымды, не көрсеткім келді, соның бәрін сол кісілер арқылы көрсете білдім деп өзім ойлаймын. Тамаша. Сіздерге мастерскойға апарамын, сонда мен көрейік, көрсетейік, істеген жұмыстарымды көрсетейін. Сосын мынау институтта сабақ беріп жүрген кезінде біраз жақсы студенттерім болды. Олар қазір Астанада жұмыс жасап жатыр. Гумилев атындағы университетте сабақ беріп жүрген кезде сондағы студенттерім бар. Ода үлкен бастыратын жерлерде үлкен өздері жұмыстарын, мүсіндерін қойып жатыр. Студентім болған Исмағамбетов, кім деген студентім, ода Астанада тұрады. Ода үлкен шығармашылық жұмыс жасап жатыр. Ринат Елубаев деген студентім, ода Москвада өзінің үлкен өнерін көрсетіп, көрмесін ашты. Осындай мен атынан ізбасарларым өте көп. Мен соларды көріп үлкен қуанышқа бөленемін.
Өте жақсы. Сапарбек ағай, шығармашылықтан бөлек әңгіме қозғасақ. Сапарбек ағай, отбасыңызда қандай ата? Отбасында ол енді негізінде мен жақсы атамын. Жақсы, мен балаларды жақсы көремін. Балаларға мен көбінесе ұрыспаймын, ақылмен айтқан жақсы көремін. Ұрысып, кейбіреулер білім тартып жіберетіндер болады, мысалы әртүрлі жаңағы былайша айтқанда қолға не түсі деген секілді. Мен ондай емес, мен оларға түсіндіріп, мойындатып, содан кейін ары қарай олардан жақсы результат күтемін. Негізінде мен өте жақсы немен әкемін балаларға. Балаларым алды бәрі түгел жоғарғы оқу орындарын бітірді. Қазір бәрі түгел Астанада тұрады. Жағдайлары жасалды. Келіп сәлем беріп тұрады. Мен Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесімін. Өзіміздің Ыбырай Алтынсарин атындағы мемлекеттік педагогика университетінде сабақ беріп жүрген кезінде көркем сурет кафедрасында доцент міндетін атқардым. Оның сыртында Қазақстан мәдениет ісін үздігімін. Осы жақында марапатталдым. Астана қаласында үлкен Шабыт университетінде мені мәдениет және өнер саласының үздігі деген төсбелгімен де марапатқа ұсынды. Шығармашылығыңыз шалқар болсын ағай. Сіздің еңбекқорлығыңыз бен өнерге деген шынайы махаббатыңыз жастарға үлкен үлгі деп білеміз. Шығармашылығыңыз биіктей берсін. Сұхбатымызға келгеніңіз үшін үлкен алғысымды білдіреміз. Өнеріңіз өрге жүзсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар.